Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен ағылшын тіл кітабының 42 және 43 беттегі жаттығуларын орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Across the curriculum, a family. Бұл бетте отбасы туралы өлең жолдары берілген. Отбасы мүшелеріне байланысты суреттерге қарайық. Бірінші суретте single parent family. Жалғыз басты әке немесе жалғыз басты ана тәрбиесіндегі отбасы. Extended family. Бұл ұзартылған, толыққанды ата әжесі, әке, анасы, бауыр, іні, қарындастары бар отбасы. Келесі nuclear family. Бұл тек әкесі, анасы және балалары тұратын отбасы. Осы суреттерге қатысты өлең берілген. Өздерің оқып аларсыңдар, ал мен бірден жаттығуларға көшейін. Exercise 1. Look at the pictures. What type of family is yours? Бұл тапсырмада сіздің отбасыңыз қай суреттегі отбасыға сәйкес келеді? Соны айтуларың керек. Менің жауабым I have a nuclear family. Мен ата-анаммен тұрамын. Отбасымда тек ата-анаммен тұрамын. Келесі, бірінші жаттығудың B тапсырмасына көшейік. Listen to and read the poem. What type of family have these people got? Сендерге бұл тапсырмада тыңдалым қойылады. Соны тыңдау арқылы қандай отбасы түрін айтып тұрғанын табуларың керек. Дұрыс жауабымыз The speaker, nuclear family. The girl next door to the speaker, single parent family. The boy living up the street, extended family. Міне бұл exercise 1 B-дің дұрыс жауаптары. Келесі exercise 2 екінші жаттығуға көшеміз. Find the rhyming words. Words that sound similar, like that and glad, in the second verse of poem. Which verse hasn't got and rhyming words? Бұл тапсырмада бір-біріне ұқсас естілетін сөздер табу керек. Мысалы, that and glad бір-біріне айтылуы ұқсап тұр ғой, сол сияқты жоғарыдағы өлеңнің екінші шумағының ішінен табуымыз керек. Және өлеңнің қай куплетінде бір-біріне ұқсас естілетін сөздер жоқ екен, соны табуымыз керек. Жауаптарымыз that, glad, door, more бір-біріне ұқсас естіледі. The first verse hasn't got any rhyming words. Ал бірінші шумағымызда ұқсас айтылатын ешқандай сөздер жоқ екен. Міне бұл exercise 2 екінші тапсырманың толық дұрыс жауаптары. Келесі exercise 3. What does family mean to the speaker? What about you? Complete the sentences. Отбасы сөзі спикерге, яғни айтушыға не мағына береді деп сұрап тұр. Және өзіңнің отбасың жайлы төмендегі сөйлемдерді толықтыру керек. Оған жауабымыз Family means the speaker who live in your heart. Спикердің ойынша отбасы сөзі біздің жүрегімізде өмір сүретін адам деп жауап берген екен. Келесі My family is important to me because they are closest people in my life. They always sympathized me. I love my family. Менің отбасым маңызды, өйткені олар менің өмірімдегі ең жақын адамдарым. Олар үнемі маған жанашырлық танытады. Мен отбасымды жақсы көремін. Міне оқушылар, осымен 42-ші беттегі жаттығулар толығымен аяқтадық. Келесі 43-ші беттегі тапсырмаларға көшейік. An email about your best friend. Ең жақын досың жайлы хат. Exercise 1. Complete the text with words from the list funny, name, free, class. Осы сөздерді қолдана отырып, төменде көрсетілген хатты толтыруларың керек. Listen, read and check. Тыңдалымды тыңдап, оқы және тексер. From Sezim
to Anna. Сезімнен Аннаға жазылған хат. Subject тақырыбы My best friend. Менің ең жақын досым. Hi Anna, I want to tell you about my best friend. Сәлем Анна, мен саған менің ең жақын досым жайлы айтқым келеді. Her name is Sophia. She is 11 years old. And we are in the same class at school. Оның есімі София, ол 11 жаста, және біз мектепте бір сыныпта оқимыз. Sophia is very clever. She is also a very funny person. София өте ақылды, сондай-ақ ол өте көңілді адам. She always makes me laugh. In our free time, we love watching films together. Ол үнемі мені күлдіреді. Біз бос уақытымызда бірге фильм көргенді ұнатамыз. Comedies are our favorites. How about you? Have you got a best friend? Write back soon. Best wishes, сезім. Комедиялар ең сүйіктіміз. Ал сенде қалай? Сенің жақын досың бар ма? Маған қайта жаз. Енді келесі жаттығуымыз Exercise 2. Read the email and answer the questions. Жаңағы жоғарыдағы хатты оқы және төмендегі сұрақтарға жауап бер деген. Біз хатты оқып шықтық, аударып оқып шықтық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Біріншісі. What is the email about? Хат не туралы? The email is about Сезім's best friend. Хат Сезімнің ең жақын досы туралы. Екіншісі. Who is Сезім's best friend? Сезімнің ең жақын досы кім? Сезім's best friend is Sophia. Сезімнің ең жақын досы София. Үшіншісі. How does she know her? Олар бір-бірін қалай біледі? Қалай таниды, яғни They are in the same class at school. Олар мектепте бір сыныпта оқиды. Келесі төртіншісі. What is Сезім's best friend like? Сезімнің жан досы қандай? She is very clever and funny. Ол өте ақылды және көңілді. Бесіншісі. What do they like doing together? Олар бірге не істегенді ұнатады? They like watching films and comedies. Олар фильм қарағанды ұнатады және комедияларды қарағанды ұнатады. Келесі алтыншысы. What does Сезім ask Anna to do? Сезім Аннаға не істе деді? To write about her best friend. Өзіңнің ең жақын досың жайлы қайта жазуды айтты. Міне оқушылар, екінші жаттығуды осымен аяқтаймыз. Келесі, үшінші жаттығуымыз Exercise 3. Write the sentences in the correct order. Сөйлемдерді дұрыс орын тәртібімен қоюымыз керек. Мұнда сөйлемдер бірінен кейін бірін әртүрлі қылып берілген, осыларды дұрыс ретімен орналастыруымыз керек. Біріншісі. Kulay likes playing computer games. Kulay ұнатады компьютер ойындарын ойнағанды. Екіншісі. He is also very strong. Ол сондай-ақ өте күшті. Үшіншісі. We like going to the gym. Біз спортзалға барғанды ұнатамыз. Төртіншісі. She can also play the piano. Ол сондай-ақ фортепианода ойнай алады. Бесіншісі. We love playing basketball together. Біз бірге баскетбол ойнағанды ұнатамыз. Алтыншысы. Ерболат hates getting up early. Ерболат таңертең ерте тұруды жек көреді. Жетіншісі. She is 15 years old. Ол 15 жаста. Сегізіншісі. Дәурен is a quiet person. Дәурен момын адам. Осымен оқушылар, үшінші жаттығудың дұрыс жауаптарын аяқтадым. Келесі Exercise 4. Writing an email about your best friend.
Answer the questions about your best friend. Төменде берілген сұрақтарға өзіңнің жан досыңа қатысты етіп жауап беруің керек. Мысалы, бірінші сұрақта What is her name? Оның есімін жазуың керек. Төмендегі сұрақтардың бәріне солай өзіңнің досыңа қатысты етіп жауап бересіңдер. Міне жауаптарымыз. Біріншісі Her name is Жанар. Оның есімі Жанар. Екіншісі How old is she? Оның жасы қаншада? She is 11 years old. Ол 11 жаста. Үшіншісі How do you know him? Сен оны қалай білдің? We are in the same class at school. Біз мектепте бір сыныптамыз. Төртіншісі What is she like? Ол қандай? She is very kind and friendly. Ол өте мейірімді және досшыл. Бесіншісі What do you like doing together? Сендер бірге не істегенді ұнатасыңдар? We like playing tennis and drawing together in our free time. Біз бос уақытымызда бірге теннис ойнағанды және сурет салғанды ұнатамыз. Міне осымен төртінші жаттығудың толықтыру жауаптары. Келесі Exercise 5. Use your answers from exercise 4 to write an email similar to the one exercise in exercise 1. 50-70 words. Төртінші жаттығудағы сұрақтарға жауап бере отырып, бірінші жаттығудағыдай хат жазуың керек. Өз ойыңнан 50-70 сөзді құрауы керек дейді. Міне менің жазған хатым. Hi Дамир, I want to tell you about my best friend. Сәлем Дамир, мен өзімнің ең жақын досым жайлы айтқым келеді. His name is Марат. Оның есімі Марат. He's 11 years old. Оның жасы 11-де. And we are in the same class at school. Және біз мектепте бір сыныптамыз. Марат is very smart and funny. He is also very healthy person. Марат өте ақылды және көңілді. Ол сондай-ақ көмек бергіш адам. He always helps me. Ол әрдайым маған көмектеседі. In our free time, we love playing football together. Бос уақытымызда біз бірге футбол ойнағанды ұнатамыз. Also, we go to the cinema. Comedies are our favorites. How about you? Have you got a best friend? Right back soon. Bye. Сондай-ақ біз киноға барамыз. Біздің ең сүйіктіміз комедиялар. Сенде қалай? Сенің ең жақын досың бар ма? Маған қайта жаз. Сау бол. Міне оқушылар, Exercise 5, 5-ші тапсырманың дұрыс жауабы осы. Сонымен оқушылар, бүгін сендермен 42-ші, 43-ші беттегі тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.